Сәлем қыздар, біз бүгін Whoopie Pie тортын жасаймыз. Өте оңай, жегенге жеңіл, тәтті. Ол үшін бізге ең алдымен 4 жұмыртқамызбен қымшекерімізді жақсылап көпіршігенше араластырып аламыз. Одан кейін су банясында еріген шоколад пен сары майымызды қосып, 170 грамм ұнымызды қосып, 15 грамм қопсытқышымызды қосып, бір массаға келтіріп аламыз әдемелеп. Одан кейін 4 осындай пергамент қағаздарына жаймалап аламыз. Осындай пергамент қағазға біркелкетіп жайып алғаннан кейін біртіндеп пісіріп аламыз. Мен арасына сливкиге осы Чувский озераны қолданамын. Кез келген 33% сливки болса болды. Міне крем жасап жатырмыз. Кремді жақсылап қою болғанша араластырамыз. Сахарный пудра қосамыз кремге. Содан кейін жинай бастаймыз. Міне тортты жинап жатырмыз. Жұмсақ болу үшін кішкене сүтті жағып жіберсеңіз болады, жақпасаңыз да болады. Осылай қалташаға құйып алып, арнайы шарикте жасау арқылы тортты жинаймыз. Менде үйде бары киви бар екен, кивимен әсемдедім. Сіз өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі формада әсемдеп, дөңгелек, төртбұрышты қалағанша торттың формасын жасап, түрлі жеміс-жидектермен безендіре берсеңіз болады. Енді сіз осы менің рецептім арқылы тортты өзіңіз жасай аласыз. Тапсырыс бермейсіз. Жасап үйреніңіз. Өте жеңіл.